Сәлеметсіздер ме? Алматы қаржы құқықтық және де технологиялық колледжі экономистерге арналған математика. Тақырыбы: анықталған интегралдың экономикада қолдануы. Орындаушы 221 топ студенті Шамерденова Алина, пән мұғалімі Сыдыкова Баян Молдабековна. Мақсаты: математикадан алған теориялық білімдерінің экономикада қолдануымен оқушыларды таныстыру. Ал жоспарына келетін болсақ, анықталған интегралдың экономикада қолдануы және де осы анықталған интегралдың экономикада қолдануының мысалдары. Анықталған интегралдың экономикада қолдануы. Біріншіден, егер т уақыт мезгілінде еңбек өнімділігін өзгерісін f(t) функциясы арқылы белгілесек, онда 0 және де t аралығында шығарылатын заттың көлемін осы формуламен анықтауға болады. Яғни, fx функциясы a және де b аралығында интегралданатын және бүкіл аралықта fx үлкен кіші m-нен және де кішіне тең m теңсіздігін қанағаттандыратын болсын. Яғни, осы формула арқылы табамыз. Бұндағы с a және де b аралығында жатыр. Өндіріс шығындары: y тең ax квадрат қосылған bx қосылған с ақша бірлігінің формуласымен анықталса, мұндағы x өндірілген өнім бірлігінің мөлшері болсын. Яғни, өндіріс шығындарының орташа мәнін есептейміз. Шығын: кәсіпорынның шаруашылық қызмет барысында қаражатын азайтатын немесе міндеттемелерін көбейтетін, жұмсаған немесе ұстаған шығыны. Яғни, есептік кезеңде азын-аулақ ақшалай қаражаттың жұмсалуы нысанына немесе активтердің тозуы мен істен шығуы немесе меншікті капиталдың азаюына апарып соқтыратын міндеттемелердің салдарынан пайда болады. Ал тақырыпқа келетін болсақ, өндіріс шығыны деп материалдық қаражат пен қажетті еңбек шығындарының жиынтығын айтамыз. Ендігі кезекте айтатынымыз: анықталған интегралдың экономикада қолдану мысалдары. fx тең минус ax квадрат қосылған b, a және де b мәндері r-да жатыр. Функциясы еңбек өнімділігінің өзгерісін анықтайды. Жұмыс күнінің соңғы сағатында өндіретін өнім мөлшерін анықтасақ, жұмыс күні 8 сағат делік. Яғни, бұл өндірілетін өнім мөлшері 7 және де 8 аралығында нақты түрде жатыр. Бірінші формулаға байланысты осы есепті шығара келе. Демек, соңғы жұмыс сағатында a өнім өндірілген. A дегеніміз шартты бірлік болып табылады. Өндіріс шығындары ақша бірлік формуласымен анықталса, яғни ол y тең ax квадрат қосылған bx қосылған с. Егер өнім мөлшері 0 мен t шартты бірлік аралығында өзгеретін болса, онда өндіріс шығындарының орта мәні қалай болады? Орташа мәнді ню әрпімен белгілейміз. fx функциясы үзіліссіз болғандықтан орташа мәнін қалайда 1 x нулевой нүктесіндегі қабылдайды. Яғни fx нулевой ол нюға тең. Немесе ax квадрат нулевой қосылған bx нулевой қосылған с ол нюға тең болады. Яғни, осы ax квадрат нулевой қосылған bx нулевой қосылған с минус b тең 0 теңдеуді шешіп түбірлерін табамыз. Яғни, x нулевой бірінші мән ол r дейік. Ал екінші x нулевой екінші r-ға тең. Мұнда l бірінші, l екінші. Ең болмағанда біреуі оң болуы керек. Егер l бірінші 0-ден кіші болса, онда есеп шартын x нулевой екінші шартты бірлігі қанағаттандыратын болады. Назарларыңызға рахмет. Үй тапсырмасына келетін болсақ, 15-ші параграф және де номері 596 және 598 есеп үй тапсырмасы болсын. Бүгінгі сабақ бойынша рефлексия өткізсек және де осы 3 сұраққа жауап бере кетсек. Маған сабақта не ұнады? Мен бүгін не үйрендім? Мен тағы нені білгім келеді? Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.